Сәлем қыздар. Сіз бизнес бастауға дайынсыз, дүкен ауыстыруға дайынсыз. Енді бизнес үшін не істеу керек? Бизнес үшін біз міндетті түрде 50 балл жасауымыз керек. 50 балл жасалмаған жағдайда сізге ақша компаниядан түспейді. Бізде 1 балл 375 теңге, 1 балл 750 теңге. 50 балл примерно ақшамен қанша теңге болады? Бізде арнайы 50 балл оқу сабақтары бар. 12 000 теңгеден сатып алсаңыз болады. Не болмаса, жәнегі 375 теңгелік тұратын заттарды алатын болсаңыз, 50 балыңыз 18 750 теңге болады. Келесі вариант. 375 теңгелік заттан 25 балл, 750 теңгелік 1 балл заттардан араластырып алсаңыз, примерно 28 125 теңгеге аласыз. Ал таза киім кешек алатын болсаңыз, оның деше 37 500 теңге 50 балл. 50 балл бұл бизнес үшін. Яғни, кез келген бизнесте біз определенный суммаға тапсырыс жасауымыз керек. Бізде 50 балл. Өзіңіз таңдайсыз. Мен сізге предлагать ететінім 18 750 теңге. Яғни, бұл арқылы сіз 3 каталог. 3 каталог дегеніміз 20, 21, 21 күннен 60 күннің ішінде жылдам старт бойынша директорлық, аға директорлық дәрежесін ашып, маркетинг жоспар бойынша табысыңызды, плюс оған премияны жылдам старт бойынша қосып алғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Ол үшін кәдімгідей жұмыс жасау керек. Сіз кем дегенде 3 адам өзіңіз шақыруыңыз керек. 50 балдан тапсырыс жасайтын 3 бизнес партнер сізге керек. Міндетті түрде. Сіз өзіңіз келдіңіз, бірден 3 шақырдыңыз. Ол 3 сізді қайталады, тағы да 3 шақырды. Осылай жалғаса береді. Енді қараңыздар, сіздердің кіріс және шығындарыңызды есептейік. 3 каталог дегеніміз, жәнегі айттым, 63 күн. Сіздің алғашқы каталогта шығатын қалтаңыздан тапсырыс алуға шығатын ақшаңыз 18 500 теңге. Сіз оны жай ғана сала салмайсыз, сіз оған өзіңізге керекті заттарды сатып аласыз. Яғни дүкеннен барып, алатын заттарды сатып аласыз. Және сіз соған қоса 3 қыз шақырасыз 50 балдан. Олар да тура сізді қайталайтын болады. Командаңызда сіздің уже 13 адам болу керек бірінші каталогта. Сіздің таза өзіңіздің табысыңыз 6750 теңге болады. Сіз шақырған қыздардың табысы әрқайсысы 3600 теңгеден болады. Түсінікті ғой, жалпы командаға 17550 теңге бөлінеді. Екінші каталогта сіздің уже шотыңызда 6750 теңге тұр. Сіз тағы да 50 балға тапсырыс жасауыңыз керек. Ол тағы да 18500, бірақ сіз 18500 теңге төлемейсіз. Сіз уже 11750 теңге төлейсіз. Бірақ 18500 теңгенің затын аласыз. Жәнегі сіздің астыңыздағы қыздарда, олардың шақырған 3 қыздары арғатай тағы да 3 адамнан шақыру керек. Сонда жалпы командаңызбен жиналған балл 2000 балға шығады. Түсініп отырсыздар ма? Сіз уже вице-директор, сіз компаниямен договорға отырасыз. Сіздің таза табысыңыз, өзіңіздің табысыңыз 61350 теңге, сіздің артыңызда өсіп келе жатқан қыздардың әрқайсының табысы 17550 теңгеден болады. Ал уже 3-ші каталогта сіздің командаңыз товар айналымы уже аға директорлық, яғни 5000 балл құрайтын болады. Сіз уже компаниямен договорға отырдыңыз, сіздің таза шотыңызға түсетін ақша 75450 теңге, және сіз жылдам старт бойынша 275 000 теңгелік премияларды 2 еселеп алатын боласыз. Сіздің артыңызда сізбен бірге бизнеске келген қыздардың әрқайсында да өз шоттарына ақша түсетін болады. Сіздің уже 3 қызыңыз компаниямен договорға отыратын болады. Енді қорытындылайтын болсақ, шығыныңыз, кірісіңіз, мұқият қараңыз. 3 каталогта сіздің қалтаңыздан шығатын ақша бар жоғы 37650 теңге. Сіз жай дүкендерге барсаңыз, бұны сіз бір айдың ішінде құртасыз. А бізде 2 айға бөліп, қаншама заттар алдыңыз, плюс компаниядан кіріс кіреді сізге.
сіздің кірісіңіз 2 айдың ішінде 143.550 теңге. Плюс жылдам старт бойынша 825.000 теңге премия. Енді ойланыңыздар, қай дүкенге барған тиімді? Ойбай, мен зат алуым керек па, мен бірнеке сатып алуым керек. Қыздар, бизнес деген вложение. Сіз бұл жерде ауаны сатып алайын деп отырған жоқсыз, сіз өзіңізге керекті сабын, суды, порошокты сатып алайын деп отырсыз. Ойланыңыз, рамсторға барыңыз, басқа дүкенге барыңыз. Ай сайын сатып алатын заттарыңыз үшін сіздерге олар бір тиын ақша төлемейді. Басқа адамды шақырсаңыздар, оларға да бір тиын ақша төлемейді. А Фаберлік интернет дүкенінде сізде қосымша жәнегі табысқа премия қосып аласыз. Сондықтан 50 балдың жасау тиімділігін қолданыңыз, бизнес бастаңыз. Бар жоғы шақыратын адамыз 3 адам. Басқа қыздар сізді қайталау керек.